Ассаламалейкум достар. Бүгін біздер вечерде айтылатын 5 әнді үйренеміз. Разборды бастамастан бұрын мынандай статистика көрсеткім келіп отыр. Өткендегі видеоны мені 17 мың адам көрген екен. 17 мың. Ол мен үшін өте жақсы жаңалық. Бірақ та мына жерге қарасақ, мені тіркелмей қарайтын адамдардың саны өте көп. Менің бұнымен айтайын дегенім, достар, сендердің әрбір лайктарың мен комментарийлардың бұл каналдың дамуына әсер етеді. Бұл разбордың түсірілуіне және де монтаждауына 2 сағаттай уақыт кетсе, менде сендердің кететіні тек қана 10 секундтық уақыт қана. Сондықтан достар, белсенді болайық. Егер де разбор ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетеміз. Ал мен бастаймын. Бірінші үйренетін әніміз қолымда қызыл қызғалдақ. Оның аккордтары екеу ғана. Бұлар АМ және де G. Қағысы алтылық глушкамен. Екі аккорд ауысып қана тұрады. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Так, мына жерге қазір текст шығады и бастаймыз. Қолымда қызыл қызғалдақ. И сразу G-ға барамыз. Дақ. Хат жаздым бір қызға арнап. Осыдан кейін ең басында біздер АМ-ді бір рет ойнаймыз. Қолымда қызыл қызғалдақ. Потом G-ға барамыз. Дақ. Хат жаздым бір қызға арнап. Осыдан кейін біздер әр аккордты екі-екіде ойнай береміз біткенше. То есть бастайық тағы. Басында бір рет қана ойнаймыз АМ-ді. Қолымда қызыл қызғалдақ. Екі рет ойнаймыз. Хат жаздым бір қызға арнап. АМ-ді екі рет ойнаймыз енді. Қолымда тұрса қызғалдақ. Кім оны менен қызғанып? Сен менің асыл затым, қинайды-ау жазған хатым. Аясан мен адамдай, алғашқы махаббатым. Келесі шумақтарында дәл осылай қайталаймыз. Қолымда ручка мен парақ, қойнымда самопал арақ. Жанымда тұрса гитара, қалмаймын мен жалғызсырап. Сосын айырмасын дәл осылай айта береміз. Сен менің асыл затым, қинайды-ау жазған хатым. Аясан мен адамдай, алғашқы махаббатым. Мінекей бірінші өлеңнің аккордтары және қағысы осындай. Сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді екінші әнді бастайық. Келесі әннің аты Асылым. Аккордтары F, одан кейін G, сосын EM, сосын AM. Так, F деген бірінші латта бары, мына жерде үшінші, бесінші, төртінші струналар. Келесі G аккорды дәл осыны жылжытамыз. Барыны үшінші латқа қоямыз, үшінші струнада, міне төртінші латта, мыналар екеуі бесінші латта. Одан кейінгі аккорд EM, AM. Егер де аккордтардың аттары немесе қалай ұстауы түсініксіз болса, Google-дан көре аласыңдар. Ал қағысы мынандай. Ал айтқан кезде былай болады. Жарық берші жаныма, келші жаным, жаным тұршы көңіліме әрдайым. Достар, бұл жай ғана әзіл. Бұның біз үйренетін қағыс мынадай 8-дік. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Көбісі білмейді бұл қағысты. Міне мынадай. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Аха. Әрбір аккордқа бір-бірде ойнаймыз. Так, бастайық. Көргім келеді сені. Көздеріңнен жалына арбап мен. Сені іздеймін, нәзік сезім арнап. Махаббаттың бағынан бір татсам дедім. Кездестірмеді, жарық берші жаныма, келші жаным. Тамағым ауырып тұр мен, но әдемі естіліп жатыр деп ойлаймын. Жатыршы күнімдей болып әрдайым, жастығымның бала гүлін
ары басталады ғой. Ашық от жанған та дегенде біз осы аккордтарды қайталай береміз. 4 аккордта және де қағыста. Номері 3-ші ән. Бұл әнді көп отырыстарда жиі естуге болады. Бұл әннің аты «Твоя нежная походка». Орысша ән. Так, бастайық. Бұл әннің аккордтары мынадай. I am, одан кейін F, сосын C, сосын G. Айтпақшы, бұл аккордтар, куплеттің аккордтары, ал қайырмасында аккордтар өзгереді. Қазір мен сіздерге бірінші куплетті айтам, сосын қайырмасын бөлек қарайтын боламыз. Қағысы 8-дік. Жаңа мен екінші әнде көрсеткен болатын. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Той зимой недалекой я увидел тебя. Ты стояла так скромно и смотрела на меня. Мы с тобой подружились, я был счастлив тогда. Тех прогулок по парку не забыть мне никогда. Твоя нежная походка и красивые глаза. Своей милой улыбкой ты свела меня с ума. Даже взгляд твой хрустальный, как прозрачная стрела. Родилась ты, как дева, под созвездием Стрельца. Мына жерде мен G-ді 2 рет ойнадым. Одан кейін қайырмасын бастап кетеміз. Қайырмасындағы аккордтары D, M, G, одан кейін C, сосын F бар, сосын E деген аккорд бар, одан кейін I. Бұл аккордтардың кейбіреуін білмесеңдер, тағы да қайталап айтамын, Google-ға кіріп көрсеңдер болады. Міне аттары мына жерде жазылып тұр. Так, бастайық. D аккордынан бастаймыз. Я тебя заклинаю, посмотри. G барамыз. Ты мне глаза, может, C. Ты в них увидишь, что они говорят. Мына жерде бір қызық бір нәрсе болды. Мен C-дан кейін E аккордына бардым, бірақ оны толық ойнаған жоқпын. Тек қана 2 төмен ойнадым ғой. То есть мен 8-дік қағысты 2-ге бөлдім. То есть мына жерден бастайық. Может, ты в них увидишь, что они говорят. То есть там, сосын айым қосамыз. Жоғары, жоғары, төмен, төмен, төмен. Тағы да төмен, Е аккордымен, төмен, төмен. Сосын айым аккорды. Жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Тағы да бір рет айтып шығайын. Я тебя заклинаю, посмотри мне в глаза. Может, ты в них увидишь, что они говорят. Может, потом қайтадан D-ге барамыз. Ты в них увидишь, что потом G. Сердце мое, пламя. Мына жерде F қосамыз. Пламя душу сжигая красно. Е-ге барамыз. Ярким огнем. Бұл жерде тағы да Е аккордын төмен ойнаймын да. И потом қалғанын жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғарыны айам аккордын ойнаймыз. Тағы да көрсетейін. F аккордын. Пламя, F аккорды. Пламя душу сжигая красно ярким огнем. И одан кейін несінде келген кезде қалған куплеттерінде біздер дәл солай A, M, F, C, G сияқты осы аккордтарды ойнаймыз. Одан кейін қайырмасын дәл осылай ойнаймыз. Үшінші әнді аяқтадық. Келесі ән «Напиши письмо маған». Бұл әннің аккордтары 4-еу. A, M, сосын F, одан кейін G, сосын E аккорды. Так, енді қағысы 6-лық глушкамен. Төмен глушка, 2 жоғары, глушка жоғары. Бұл қағысты біздер әр аккордқа 2-2-ден ойнаймыз. Поставь енді. Напиши письмо маған дегенде бастап кетеміз. Напиши письмо маған, сердцемді берем саған. Давай вместе болайық и счастливо тұрайық. Сөйлесем де напиши, напиши, напиши. Жүрегімді потуши, потуши, потуши. Сөйтіп сені милый мой, милый мой, милый мой. Сердце қалды беспокой, беспокой, беспокой. И
И жалғастырамыз. Я приду к тебе үйге, принесу тебе гүлдер, батя твой атып шығат, пулемет алып шығар. Сен де напиши, жүрек отын потуши, сүйдім сені, милым мой, сердце қалды беспокой. Достар, құттықтаймын. Бүгінгі видеоның соңғы разборына аман-есен жеттік. Бұл әннің аты армандастар құрдастар. Аккордтар мынандай: AM, одан кейін DM, сосын G, одан кейін C, сосын EM деген аккорд бар. Ол қайырмасында. Так, бастайық. Қағысы мынандай. Так, қағысы қандай? Қағысы алтылық. Жаңағы глушкамен төмен, глушка жоғары, глушка жоғары. Бір дәуірдің түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. То есть жаңағы аккордтарға мен бір-бірден ойнап шықтым. Одан кейін жалғастырамыз. Бәріміз бір жазылмаған дастан едік, армандастар құрдастар. Так, давайте тағы бір рет көрейік. Бір дәуірдің түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір жазылмаған дастан едік, қайдасыңдар армандастар құрдастар. Қайырмасына келген кезде біздер AM аккорды А деген аккордқа ауысады. Так, міне AM деген былай тұрады, А деген мынаны алып тастаймыз да, мына саусақты бірге қоямыз екінші струнаға. То есть аяқтадық. Достар құрдастар. Сосын сразу мынаны қоямыз да, бір дәуірдің мөлдіреген, и жалғастырып кетеміз. DM, аспан едік, и G, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Сосын AM аккордына барамыз. Армандастар қайда, сосын DM, абзалдастар қайда. И ең соңғы жолында біздер былай болады: замандастар, қарлығаштар қайда екен. То есть былай болады: AM аккорды төмен, жоғары, глушка жоғары, төрт қағысқа өзгереді. Замандастар, қарлығаштар қайда екен деп алтылы қағысты деп кетеміз. Мінекей достар, бүгінгі 5 әнге жасалған разборымды мен аяқтаймын. Егер де разбор ұнаса, лайк басып, комментарий жазамыз. Бұл маған өте маңызды. Ал мен сіздерге келесі видеода көріскенше деймін.